Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттардың барлығының мөлшерін мен описанияға міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүт, жылы су, ашытқы, тұз, қант, сметана және де сұйық майды құйып, барлығын араластырамыз. Кез келген ас үйдің құралымен араластырсаңыздар болады. Шанышқы немесе силиконды күрекше, венчикпен араластырсаңыздар болады. Мен қасықпен араластырдым. Енді біз електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке бөліп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды енді жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Ашыған қамырымыздың бетін кішкене осылай басып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Енді дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, онда кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Енді қамырымызды осындай формаға орналастырып, ешқандай оқтауды қолданбай-ақ қолымыздың көмегімен шет жақтарын басып, осылай нанымызды жаятын боламыз. Бірақ қатты басып жібермеңіздер, нанымыз басылып қалуы мүмкін. Енді нанымызды көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін көтерілген нанымыздың ортасын осылай басып шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша басқаша етіп басып шығуға болады. Шет жағын баспаймыз, өйткені көтеріліп әдемі болып шығады. Бетіне жұмыртқаның осылай сарысын жағып шықтым, өйткені қоңыр түс беріп әдемі болып шығады. Және де бетіне өз қалауларыңызша кез келген нәрсе сепсеңіздер болады. Мен мак және де күнжіт септім. Нанымызды 220 градуста қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз пісіп шықты. Топ-томпақ және де дәмі өте тамаша. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.